Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды болып шығатын етті бәліштің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен тоңазытқышта тұрған сары майды осылай үккіштің көзінен өткіздіріп аламыз. Егер қолыңызға жабысып жатса, осылай ұнға аунатып алсаңыздар болады. Сол кезде ыңғайлы. Алдағы уақытта басқа да видео рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сары майды ұнға осылай аунатып, қолымыздың көмегімен ысып крошка жасайтын боламыз. Және де оның үстіне жұмыртқамызды шағып, үстінен сүт құятын боламыз. Дәміне қарай жарты шай қасық тұз қосамыз, және де қолдың көмегімен осылай біріктіріп қамырды илейтін боламыз. Пищевой пленка не болмаса салафанға салып, тоңазытқышта 1-1,5 сағатқа қалдыратын боламыз. Оған дейін салмасын дайындап аламыз. Салмасына сиырдың тартылған еті, картоп және пиязды татымына қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Ендігі кезекте қамырға кірісетін боламыз. Тоңазытқышта 1,5 сағаттай қамыр тұрды. Бұны енді 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірін үлкен, бірін кіші бөлікке бөлетін боламыз. Себебі қамырдың үлкен бөлігін астына, кіші бөлігін үстіне бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Жаю барысында аз-аздан ұн сеуіп отырсаңыздар болады, бірақ көп себудің қажеті жоқ. Бір тегіс етіп жайылған қамырымызды табанымызға орналастырып, шетін осылай бортик ретінде жақсылап тегістеп шығатын боламыз. Ортасына туралған салмамызды қосып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Салманың үстіне екінші қамырдың бөлігін тегіс етіп жайып, осылай астыңғы қамырмен және үстіңгі қамырды біріктіріп шығатын боламыз. Екі қамырды біріктіріп, өздеріңіз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады, және де ешқандай ашық жер қалмау қажет, өйткені ішіндегі салманың суы ағып сыртқа шығып кетуі мүмкін. Ортасынан осылай тесік қалдыратын боламыз. Бізде ауа барып тұру қажет. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Және де өз пештеріңізге қарай градусын және бақылап отырасыздар. Және де әсемдік үшін бетіне күнжіт не болмаса мак салсаңыздар болады. Мінекей біздің етті бәлішіміз дайын. Өте дәмді, тойымды болып шығады. Міндетті түрде өз отбасыларыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Және де менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.